Асхана әлеміне қош келдіңіз, қадірлі көрермен. Бүгін мен өзімнің тұрақты көрермендердің бір өтініші бойынша котлет көрсетейін деп отырмын сіздерге. Котлеттің ол түрлі варианттары бар. Өте көп қыз-келіншектер дайындап жатады. Мен енді осындай аспаздық тәжірибем болғандықтан, көп адам тамақ ішетін жерлерде істегендіктен, енді бір осындай бюджетный вариантын жасаймын. Ол үй жағдайында да жасап тұруға болатын вариант. Оның ешқандай кемшілігі жоқ басқа котлеттерге қарағанда. Дәмінде де кемшілік жоқ. Соны дайындап көреміз. Менің немерелерім өте сүйіп жейді ол котлеттерді. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Ұнаса лайк басып пікір қалдырып отырыңыздар. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Міне, дайын болған түрінде мынандай болады. Міне, мен дайындаған нормадан осындай 14 котлет дайын болды. Осыған мынандай макарон пісірсеңіз де, осындай қазіргі макарондардың сапасы жақсы ғой. Күріш пісірсеңіз де, гречка пісірсеңіз де болады. Картоптан пюре жасасаңыз керемет болады. Міне, осылай дайындап көріңіздер. Мен сіздердің комментарийларыңызды күтемін, пікірлеріңізді күтемін. Бастаймын ендеше. Міне, бізге керек заттар бүгін фарш, жылқы еті мен қой еті араласқан 700 грамм, фаршымыз 700 грамм. Осындай 2 дана пияз қажет, орташа размерде, орташа өлшемде. 4-5 осындай түйір чеснок қажет, 2 шай қасық тұз, 1 жұмыртқа, дәмдеуіштеріміз 1 шай қасық паприка, 1 шай қасық қарабұрыш, және жарты шай қасық кориандр үгітілген, және зира үгітілген жарты шай қасық. Олар жарты шай қасықтан. Және ең маңыздысы бұл жерде мынандай нан. Бір бүтін бөлкенің тең жартысын алдым. Осындай ақсай нанның наны, біз Алматыда тұрамыз, енді ақсай нан бар бізде. Болмаса осындай дока нанның тең жартысын аламыз. Бұл өте көп деп ойлап қалмаңыздар. Суға немесе сүтке салғанда бұл езіліп аз болып қалады. Мен қазір сүтке салатын боламын. Егер сіздерде сүт болмаса, онда суға саласыз. Біз содан бастаймыз. Кеңдеуді саламыз. Нанымызды бұлай бөліктерге бөліп, қазір осы ыдысымызға саламыз. Міне, осындай бір 200-250 граммдай сүт керек. Осы сүтті нанның үстіне құямыз. Шамалы нан сүтпен араласып жібіп тұрады. Бір шетке қоя тұрамыз. Пиязды турап аламыз алдымен. Пиязды ірі бөліктерге бөліп аламыз. Себебі біз пиязды, жаңағы нанымызды ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Міне, осындай ірі етіп турап алдық. Міне, нанымызды өткізіп алдық. Ет тартқыштан пиязымызды да өткізіп алдық. Фаршымыз, міне, қазір бәрін араластырып, барлық дәмдеуіштерін қосып араластырып аламыз фаршымызды. Ол үшін кеңдеу ыдысымызды аламыз. Фаршымызды саламыз алдымен. Пиязды қосамыз. Енді нанды қосып жібереміз. Міне, құйылған сүтімен бәрімен бірге ет тартқыштан өткізіп жібердім. Бір жұмыртқамыз, дәмдеуіштеріміз,
мына чесногымызды үккіштен өткізіп жібереміз. Оған дейін мына тұзымызды саламыз, 2 шай қасық. Міне, мына үккіштің осы ұсақ жағынан өткізетін боламыз. Егер ет тартқыштан өткізетін болсақ, олай да болады, бірақ мына чесногымыздың біразы ет тартқыштың ішінде қалып кетеді. Мен сондықтан осыны ерінбей осылай өткізгенді ұнатамын. Міне, дайындап алдық, енді жақсылап араластыратын боламыз. Міне, фаршымыз дайын болды. Енді бір 10-15 минутқа күтеміз. Міне, котлетный массамыз кішкене тұрды 15 минут. Енді бұлай алып, ұрғылап аламыз. Ішіндегі артық ауасы шығып, бір-бірімен жақсы байланысады құрамындағы ингредиенттер. Осындай панировочный сухари дейміз. Сондай болса, себелеп қоямыз осылай. Жабыс қалмасын деп. Қазір енді жаңағы котлетный массамызды бөліп қойып аламыз. Мен әдетте осылай жасаймын. Алақанымды толтырып аламын біреуін. Осы бір котлеттің нормасы. Осылай екі қолымызға алып аламыз да, осылай алақанымызды толтырамыз. Міне 14 дана котлет шықты. Біз қазір мұны әлі де формасын келтіретін боламыз. Алдымен табамызды қыздыра бастаймыз. Бір 6-7 қасық майымызды құямыз. Майдың қызғанын күтеміз. Майымыз қызуға жақын, біз шетінен аламыз да, котлеттерімізді осылай қолымызға екі алақанымыздың арасына салып, осылай кішкене сопақтау түрге келтіреміз, және осылай қолымызбен басамыз. Міне, осылай қолымызбен басамыз да, жайлап табамызға салып жібереміз. Әр жағын осылай 3-4 минуттан қуырып аламыз. Міне, екінші жағы да қуырып болды. 3-4, бір максимум 5 минутте уақыт кетеді қуырылуына. Міне, екінші беті де мынандай болды.
қалған котлеттерімізді де міне дайындап қойдым, осылай пісіріп аламыз. Енді жаңағы піскен котлеттеріміздің бәрін бұлай тізіп шығамыз. Жаңағы котлет қорған табамызға астын жай басамыз. Отын ең төменгі дәрежеге қоямыз да, қуырып алған котлеттерімізді осылай қырынан қойып шығамыз. Міне, бәрін сыйғыздық. Енді осыған 50 грамдай суды құямыз да, түбіне. Қақпағын жаба қоямыз. Қуыру барысында піспей қалған жерлері болса, бумен пісіп шығады қазір. Бұл 50 грамм су деген тез ұшып кетеді, бірақ котлетіміздің пісу процесінің аяғына дейін жетуіне көмектеседі. 5-6 минут уақыт өтті. Міне, суы қалмады, бары уже қайнап бітті суы. Котлеттеріміз сапалы түрде пісіп дайын болды. Міне, дәмін көріп жатырмын. Керемет дәмі. Уылжып тұр котлетіміз. Міне, осылай пісіріп жеп тұрыңыздар котлет. Ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Нұрбек, пиязбен жейміз мынандай. Пияз қосып жейміз. Мынандай қияр қосып жейміз міне. Күшті котлет деген сондай жеген жақсы. Біз қуырып алдықтан бір 5 минут суға парит етіп алдық. Сондықтан бұның дәмі уылжып тұр ғой, уылжып тұр котлет. Қияр қосып жесе күшті болады.